Сот сараптамасы шешілу үшін маңызы бар жағдаяттарды белгілеу мақсатында арнаулы ғылыми білім-білік негізінде жүргізілетін қылмыстық, азаматтық немесе әкімшілік құқық бұзушылықтың ақиқатын табатын құрал. 1997 жылы құқық қорғау органдарынан сот сараптамасы өз алдына жеке бөлініп шығады. Осылайша сот сараптамасы жеке сала атанады. Мұндай мүмкіндік қылмыстың бетін ашуға үлкен серпін береді. Айталық, бүгінде орталық сот сараптамасы бөлімінде 40 түрлі тексеру бағыттары бойынша 20-дан астам түрлі сараптаулар жүргізіледі. Қазақстандық сарапшы мамандар өз жұмыстарында халықаралық тәжірибені қолданады. Сондай-ақ Қазақстан Евразия континентімен тығыз тәжірибе алмасады. Атап айтсақ, Ресей, Тәжікстан, Белоруссия мемлекеттері арасында шығыс-батыс серіктестігі атты пікірталас алаңы құрылған. Ондағы басты мақсат сот сараптамасына байланысты шешімі қиын мәселелердің жауабын тауып, оларды ортақ талқыға салу. Жан-жақтан жиналған сарапшы мамандар осы сұрақтар төңірегінде бір-бірімен тәжірибе бөліседі. Идеяларын ортаға салып, шешімі қиын сауалдардың бірлесе отырып шешімін табады. Демек, аталмыш форум осындай сауалдардың шешімін табуға, сондай-ақ ақпаратпен алмасуға ықпалы зор. Осындай тәжірибе алмасудың нәтижесінде халықаралық ғылым мен білімнің аясы дамып, сот сараптамасы деп аталатын маңызды салалардың бірі дами түспек. Форумның алдына қойған басты міндеттерінің бірі қолда бар ақпарат көздерімен тәжірибе алмасу, өз ісінің шебері болатын мықты мамандар даярлау, сонымен қатар эксперттік технологияның дамуына сара жол салу. Бүгінгі күнге қарасақ, осы сот сараптама жоспарымыз ең бірінші мақсатымыз біздің жұмысымыздың беделін көтеру. Сол үшін біздер біріншіден біздің сот сараптаманың жұмысын жағдайын қарауымыз керек. Ол жағдай біріншіден сот сараптама жұмысы емес, жұмысының басқа сот сараптама жұмыс істеген адамдардың беделін көтеру, олардың жұмысын көтеру. Сондықтан бірінші ол біздер қазір бірнеше іс-шаралар істеп жатырмыз. Соның арасында осы қарқаралы ынтымақтастық жайында көп енді жұмыс істеп жатырмыз. Бірінші сөз ол неге істеп жатырмыз? Біздер бүгінгі уақытта біздер қарқаралы осы менеджмент качествоны өтуіміз керек, ISO 17025-ті. Егер де оны біздер өтсек, болашақта біздің сот сараптаманың заключениясы қарқаралы сотта дәлелдеме ретінде саналады. Неге десеңіз, бөтен елдер, Европаның елі, Американы қарасақ, олардың сот сараптамасы жұмыстары, заключениялары, сол қарқаралы сотта дәлелдеме ретінде саналады. Біздікі осы уақытқа дейін саналмайды. Сол саналу үшін біздер осы ISO 17025-ті өтуіміз керек. Соның үшін қазір көп іс-шаралар істеліп жатыр. Сот сараптамасы, осы сөзді кез келген адам өмірінде бір рет болса да естіген шығар. Заң тілінде айтатын болсақ, бұл қылмыстық мәліметтерді іздестіру, азаматтық және әкімшілік құқық бұзушылық, аталған құқық бұзушылықтар қалай, не себептен болды, және сондай тәрбие бұзушылықтың алдын алу, сондай-ақ оған тосқауыл болу. Сот сараптамасының негізгі және соңғы қорытындысын үнемі арнайы эксперт мамандар шығарады. Бұл туралы барлық адамдар біледі және сот сарапшыларының пікіріне сенеді. Олардың бөлімшелері ірі қалалардың барлығында дерлік орын тепкен және қылмыстық оқиғаның кез келген түрін ашып, көмектеріне мұқтаж жандарға кәсіби көмек көрсете алады. Біздің алдымызда тұрған басты міндеттердің бір құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне қылмыстық бетін ашуға көмектесу болып табылады. Сот сараптаманың қорытындыларын қылмыстық бетін ашу үшін өте маңызды екенін білесіздер. Сондай-ақ сот сараптаманың жұмысы прокуратураға, қаржы полицияның, сонымен қатар сот үшін маңызы зор. Біздің сараптамамызда іздеген жұмыстардың 2 түрі бар. Олар криминалдық, арнайы химиялық және жаңадан қосылған геномно-молекулярлық түрлері бар. Солардың көмегі арқылы біздің талай қылмыстық бетін ашамыз. Сот сараптамасының елімізде 18 аймақтық, 30 қалалық және аудандық бөлімшелері сапалы түрде қызмет көрсетеді. Аталмыш орталықтың мамандары 3 бағыт бойынша жұмыс жасайды. Атап айтса, ғылыми өндірістік, ғылыми ізденістік, оқу әдістемелік бағыттар бойынша қызмет етеді. Бұлардың әрқайсысы да өз істерінің шеберлері. Бүгінде қарыштап дамыған әлемде түрлі жан түршігерлік оқиғалар орын алып жатқан тұста, сот сарапшы мамандарының да өз істеріне асқан жауапкершілікпен қарап, қылмыстың бетін ашып, ақиқатын табу жолында
аянбай еңбек етулері қажет. Я, оған өзіндік себеп те бар. Себебі осы сот сарапшыларының тексеріп шығарған қорытындыларымен қылмыстың бет ашылады. Сондықтан сот сарапшыларына артылатын жауапкершіліктің жоғары екені сөзсіз. Біздің орталықта қызмет ететін мамандары барлық дерлік жігерлі, жоғары білімді. Біздің ұжымда қызмет ететін әрбір маман өзін сүйеді және шебер деп айта аламын. Жеке өз басыма осындай білік ұжымда жұмыс істеген ұнайды. Қарлығаш Әбдімоминова, сот трассологиялық және баллистикалық сарапшы маманы. Ол от қаруларды зерттейді және құжаттарды реттейді. Қылмыс, тонау, адам өлтіру, күнделікті тәжірибеде қылмыстық мониторингке мәлімет тіркеледі. Яғни қылмыскерлер зауыттық өндірістерді ғана пайдаланбай, кейде өз қолдарынан түрлі қаруларды жасайды. Атап айтса, газ пистолеттері, шашыраңқы бұтыралар мен шолақ мылтықтардың түрлі үлгілерін жасайды. Баллистикалық тәжірибе деген түрлі қылмыстардың дәстүрлі ізденуіне себепші құрал. Сондай-ақ бұл жерде салыстырмалы микроскоп құрылғысы орнатылған. Аталған құрылғының көмегімен түрлі қылмыстардың бетін ашады. Сарапшылар баллистикалық тәжірибенің көмегіне сүйене отырып, қарулардың түрлерін анықтайды. Бұл туралы келесідей заттар дәлел бола алады: оқ, қауыз, жарылғыш заттектердің қалдығы және тағы да басқа заттар. Сот баллистика сараптаманы жасау үшін ең маңызды құрал ол салыстырмалы лейкий макроскоп деп аталады. Осы құралдың пайдасы оқтардың үстінегі қарудың қалдырған микроіздерін анықтауға болады. Зерттеу нәтижесі бойынша сарапшылар пайдаланған қарудың нақты түрін анықтайды. Қылмыстық әлемде танылған қылмыстың тағы бір түрі жалған ақша шығару. Бояма ақшалардың өндірілуі өкінішке орай күн сайын даму үстінде. Қазіргі уақытта жалған ақшаларды көзбен көріп анықтауда мүмкін емес болып тұр. Бұл құқық бұзушылық елдің экономикалық қауіпсіздік масштабына қауіп-қатер әкелетіндіктен арнайы техникалық сараптама бар. Осы қылмыстық саладағы сарапшы Еркін Таймас күнделікті 10 минималды жалған ақшаның көшірмесін табады. Бұл жалған ақшаның сапасының жоғарылығы сонша спектрлі қорытындылардың көмегінсіз анықтау мүмкін емес. Мамандардың айтуы бойынша қара базарларда 10 және 5 мыңдық жалған ақшалар көп жүреді деседі. Мұндай қулықтың құрбаны болмау үшін мамандар жалған ақшаның қарапайым жолдарын білуді ұсынады. Во-первых, это... Біріншіден, бұл бағалы қағаз өздеріңіз көріп тұрғандай қытырлайды, бірақ ол қазір жаңа. Бұл ақшаға қорғаныш ретінде лента жабыстырылады. Егер сіздің қолыңызға осындай өзіңіз күмәнданатын ақша түссе, тексеріп қарап көріңіз. Есіңізде болсын, жасанды ақшалардың бояуы бірден ағып кетеді. Әлемдік тәжірибелі ғалымдар адамның ДНК генетикалық коды саласына түрлі болжамдар айтып келеді. Ғылым саласының дамығаны соншалықты қазіргі уақытта тұқым қуалаудың өзін зерттеуге қауқарлы. Молекула генетикалық сараптаманың тәжірибелері әлдеқайда дамыған. Яғни қан, шаш, кез келген биологиялық заттар арқылы керекті ақпаратты оп-оңай анықтай алады. Мұнда тәжірибесі мол, Әсел Жұмалиева сияқты генетиктер жалғыз емес. Оның көмекшісі биоробот деп аталатын робот. Бұл аталған машина қиынды ауыр сараптамаларды жүргізеді. Адамдардың көпшілігі осындай қылмыстың бетін ашу үшін осындай сарапшы мамандардың көмегіне жүгінеді. Жыл өткен сайын эксперттердің көмегіне жүгінетіндердің саны артып келеді. ДНК көмегіне көбіне әкелікті анықтауға көп келеді. Молекулярлық генетикалық сараптамасының негізгі мақсаты жеке адамды даралап, идентификация дейді ғой, даралап алу. Яғни бұл қылмыстық іс кезінде жан кеткен адамды даралаймыз, немесе өлік мәйіттерді табылған сүйектерінен сол кімнің өлік екенін анықтаймыз. Сонымен қатар қазіргі таңда көбінесе жиі болып жатқан зорлау мәселесі, ол жас өспірімдерді зорлап кету. Сол зорлап кеткен жағдайда, яғни зорлау, бір адам зорлау мүмкін, немесе көп топ бойынша. Сол топ бойынша қанша адам зорлаған, соны жеке даралап, кім бар екен, жоқ екен анықтаймыз. Азаматтық іс бойынша бізде көбінесе келетін әкелікті анықтау. Яғни қазіргі жастар қосылғаннан соң әртүрлі жағдайлармен ажырасулар болған үшін алимент төлеу жағдайына байланысты әкелікті анықтайды.
Сараптаманың ең қиын жаңа түрлерінің бірі терроризм қаупі. 2009 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен аталған сараптаманың жаңа түрі енгізілді. Ол еліміздің ең ірі таңдаулы 4 қаласында арнайы орталықтарда құрылды. Психофизиологиялық сараптаманың мамандарының бірі Дәурен Рабилов. Аталмыш сараптама кешенді түрде, сондай-ақ түрлі ғылым саласымен бірлесе жүргізіледі. Атап айтсақ, психология, дінтану және саясаттану. Общее смысловое содержание. Нысанға деген ортақ бағыт, ортақ мағына қарастырылған. Аталған нысанда жасырын немесе қосымша мағына болса анықтаймыз. Біз филолог ретінде шешім қабылдаймыз және бір жақты жауап береміз. Біз контекстуалдық және лексика-схематикалық сараптамалар жүргіземіз. Осы жолда түрлі зерттеулер жасаймыз. Сот сараптамасы бүгінде тәуелсіз ғылым саласының бірі. Күн өткен сайын сот сараптамасына сұраныс та артуда. Криминалдық сот, сот медицинасы, психологиялық сот. Міне бұлардың барлығы сарапшылардың жұмыстары. Аталған сараптаманың әрбірінде түрлі облыстардан білікті де білгір мамандар қызмет етеді. Мұның барлығы дерлік дер кезінде шындықтың бетін ашуға, ақиқатты дәлелдеу мақсатында атқарылып жатқан игі іс-шара.